Қайырлы күн достар. Бүгін біз қызыл мақпал немесе красный бархат тортын бірге жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен жұмыртқа мен шекерімізді салып, екеуін жақсылап миксерлейміз. Жүрегіңді орласам деп едім. Тұтқаны боласың ғой онда кеудемді. Миксерленген массамызға айранды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Арманы таусылғанда ғашық пендені. Бақыттың сарайында жүргендей балайында, боласың маған адал жар болсаң. Араласқан массамыздың үстіне бір шымшым тұз және де ас содасын салып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Миксерленген массамызға 70% уксустан 1-2 тамшы қосамыз. Енді осы массамызға қамырға арналған осындай қызыл краскадан бір ас қасық қосып, жақсылап бір келкі түс болғанша миксерлейміз. Жүрегіңе жетер жол іздедім. Табалсан таңдап сүйген жарың болайын. Бақыттың сарайында жүрген. Енді үстіне ерітілген сары май мен өсімдік майын құйып, жақсылап араластырамыз. Қамыр қопсытқышымызды ұнымыздың үстіне салып, өз алдына жақсылап араластырып, массамыздың үстіне 2-ге немесе 3-ке бөліп електен өткіземіз. Ұнымыз жоғары сұрыпты ұн болғаны дұрыс. Венчиктің көмегімен ұнымызды ақырындап қозғап, ең жай жылдамдықта миксерлейтін боламыз. Жай жылдамдығын асырамыз. Енді ұнымыздың қалған бөлігін салып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Бізде осындай қамыр шығады. Осы қамырымызды таразыда өлшеп аламыз және де теңдей 4 бөлікке бөлеміз. Қамырларымызды пергамент қағаздың үстіне құйып, бетін жақсылап тегістеп шығамыз. Енді осы қамырымызды қызып тұрған пешке саламыз. Менде 225 градус, пештеріңіздің қызуына қарай саласыздар. 5-8 минутта дайын болады. Корждарымызды ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп аламыз. Ағаш таяқшамыз құрғақ болып шығуы керек. Піскен корждарды матаға немесе решеткада суытамыз. Корждарымыздың бетіне жылы сүт жағып шығамыз. Немесе суға шекер салып жақсаңыздар да болады. Мұнда 3 корж, 1 коржды торттың бетін әсемдеуге алып қалдым. Дайын болған корждарымызды кальцоның көмегімен ақырындап жинап тастаймыз. Әр корждың арасына крем жағамыз. Менде крем кілегейлі және сүзбелі ірімшіктен жасалған крем.
Дайын болған тортымызды 30 минутқа мұздатқышқа қоямыз. бақыттың сарайында жүргендей балайында боласың маған адал жар болсаң. Енді төртінші бөлік коржымызды майда бөліктерге бөліп, жақсылап майдалап үгітеміз. Міне үгітіндіміз дайын. Енді бұны торттың бетін әсемдеуге пайдалансақ болады. Тортымызды кальцодан ақырындап жайлап ажырата бастаймыз. Қалған крем бөліктерімен тортымыздың жандарын жағып, жақсылап тегістеп шығамыз. Енді майда үгітінді корждарымызды торттың бетіне жақсылап жағып сүйіп шығамыз. Алдымен үстіне, кейін жандарына. Торттың бетін өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер де болады. Енді торттың бетіне мен қалған кремімнен гүл жасап шығамын. Менде насатка 1S. Міне осындай торт пайда болды. Тортымыз дайын. Сіздермен болған Жібек. Келесі рецептпен бөліскенше сау болыңыздар. Ұнаса пікір қалдырып лайк баса кетіңіздер.